Ал Шымкентте бүгіннен бастап қорғау деп аталатын жаңа жүйе іске қосылды. Бұл полицейлерге заң бұзушылықты лезде анықтап, оған қатысты тиісті шара қолдануға мүмкіндік береді. Яғни жол патрульдік полиция қызметкерлері бағдарлама арқылы 8 шақырым радиустағы жол ережесін бұзғандарды, жалған мемлекеттік номермен жүрген көліктерді, айыппұл мен салық төлемеген жүргізушілерді және іздеуде жүрген автокөліктерді бірден анықтай алады. Ол үшін сергек камералары мен жедел басқару орталығының базасы полиция планшеттеріне біріктірілді. Бұл заң бұзушылықтың алдын алып, адам өмірін сақтап қалуға көмектеседі деп отыр. Шаһар аумағын жаңа жүйе арқылы 500-ге жуық полиция инспекторы қадағалайтын болады. Информация о правонарушении поступала нарушителю спустя некоторое время. Құқық бұзушылық туралы ақпарат бұған дейін өз иесіне бірнеше күннен кейін жететін. Яғни жүргізушілер өзінің тәртіп бұзғанын кейіннен білетін. Енді планшеттегі ақпарат тәртіпті бақылайтын автоматты камералармен біріктірілді. Сондықтан кез келген шара лезде қабылданады. Сол сияқты жедел басқару орталығы арқылы тексеріледі. Осылайша біз жылдам әрекет етуге көштік.